Мынау біздің Алматы технология университетінде астық өнімдері және өңдеу өндіріс технологиясы саласы бойынша және осы Алматы технология университетінде тағам өндіріс технологиясының зерттеу институты әзір кезде мынау біздің тамақ өнеркәсіп саласылары бойынша жеке-жеке өзінің оқулық ғылыми орталықтарын ашты. Соның бірі нан технологиясының оқулық ғылыми орталығында әзір біз сізге осының жасап жатқан жұмыстары жөнінен атқарып жатқан өзінің алдағы міндетін қысқаша айтып түсіндірмекшімін. Бұнда негізгі барлық нан технологиясының барлық технологиялық сатыларда жүретін жолдары көрсетілген. Соған байланысты қажетті барлық технологиялық жабдықтары бар. Негізгі технологияның бәрі біріншіден сол ұндарды қабылдау. Ұндарды өзінің қабылдау бөлімі бар, оны дайындау бөлімі бар, оны тазартып, өзінің нанға қамырға илеу кезінде дейінгі барлық жұмыстарын мынау негізгі бөлмеде жүргізіледі. Сіздердің назарларыңызға Алматы технологиялық университетінің астық өнімдері және өңдеу өндірістері технологиясы кафедрасының ғалымдары ұсынған инновациялық жоба. Бұл жобаның тақырыбы бидай ұнына асбұршақ ұнын және ионазондалған суды қосып, қамыр илеп, одан бидай нанын пісіру. Бидай нанына қосылатын негізгі шикізат ретінде бидай ұны болғандықтан, ол бидай ұнының химиялық құрамы бойынша одағы ауыспайтын амин қышқылдарының аз екендігі және оның ішінде лизин мен метионин амин қышқылының мүлдем жоқ екендігін ескере отырып, бидай нанының тағамдық құндылығын жоғарылату мақсатында асбұршақ ұны қолданылды. Асбұршақ ұны жалпы ақуызға өте бай, оның ішінде тапшы келетін лизин, метионин, триптофан амин қышқылдарына бай болып келеді. Сондықтан да ақбұршақ ұны қосылған бидай наны амин қышқылдарына толыққан, сонымен қатар минерал заттарға және витаминдерге бай өнім алуға мүмкіндік береді. Қамыр иленеді, керекті мөлшерде ұн алынып, ұнның 10% асбұршақ ұнымен алмастырылады, ал судың барлығы иондалған, әртүрлі концентрациядағы иондалған су қосылып, қамыр иленіп, ашытуға қойылады. Иленіп ашуға қойылған қамыр әдеттегі технологиямен дайындалған қамырдан ашу ұзақтығы қысқа болды, 30 минутқа қысқарып, дайын ашып болған қамыр жалпы қамырға қойылатын талаптарына сай жақсы көтерілген, қопсыған қамыр алынды. Ашып дайын болған қамыр 400 граммда мөлшерленіп, қалыпқа салынып, жетілдіру үшін жетілдіру шкафына қойылады. Жетілдіру уақыты және параметрлары алдын ала ескерілген. Жетілдіру ұзақтығы бұл қоспа қосылған өнім болғандықтан басқа да көрсеткішті көрсетуі мүмкін, сондықтан да оны біз көз мөлшермен анықтап отырамыз. Жаңағы біздің дайындаған қамырдан жасалынған нанымыз дайын болды.